2024 жылдың 17 тамызы сағат 1 шамасында Мерке-Шу Бұрыл-Байтал республикалық маңызды бар автожолының 40 шақырымында ауыр жол көлік оқиғасы орын алды. 25 жастағы Toyota Alphard автокөлігінің жүргізуші қарсы жолаққа шығып, Шкода Октавия патрульдік полиция көлігін соқтығысқан. Апат салдарын қызметтік көлікте болған және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында трассада патрульдеу жүргізген 2 патрульдік полиция қызметкері оқиға орнында қаза тапты. Қайтыс болған полиция қызметкерлерінің бірі 11 бала тәрбиелеп отырған көп балалы әке. Toyota Alphard көлігінде 8 жолаушы болған. Олардың 4-еуі сол жерде қаза болып, ал қалған 3 жолаушы мен жүргізуші әртүрлі дәрежедегі дене жарақаттарымен аудандық орталық ауруханаға жатқызылды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 бабы 4 бөлігімен сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазір уақытта қажетті тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Осы қайғылы оқиғада қаза тапқандардың отбасылары мен жақындарына қайғырып көңіл айтамыз. Полиция мұқият тергеу жүргізіп,